Өмір ғажап каналына қош келдіңіздер, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Брайан Трейси, жетістікке жетудің негізгі қағидалары. Кіріспе. Бұл кітап өмірде жетістікке жетіп, биік шыңнан көрінгісі келетін жандарға арналып жазылған. Егер сіз арманыңыздың орындалуына сенім білдіріп, сол үшін әрекет ететін болсаңыз, ерте ме кеш пе міндетті түрде орындалатынына куә боласыз. Осы кітапты оқу арқылы алда айтылатын идея керемет мүмкіндіктерді іске асыру барысында жарқын болашақтың жеңімпаз тұлғасына айналасыз. Осы уақытқа дейін әлемнің 24 мемлекетінде 23 мың адам алдында 2000 рет спикер болып сөйлеген екенмін. Қазіргі уақытта 5 минуттан 5 күнге дейін созылған келіссөздер мен семинарлар ұзақтығы өзгерді. Әр жағдайда кез келген аудиторияда негізгі бағытым бойынша идеямен бөлісуге және оны дамытып отыруға аса көңіл бөлдім. Әртүрлі сансыз келіссөздер жүргізу алдында сізбен келісім жасауға 5-ақ минут уақытымды арнасам, 5 минут ішінде өміріңізді өзгертетін бірақ сөйлеммен қорытындылар едім. Мақсатыңызды айқындап, жоспар құрып, әр күн сайын мақсаттың жолында қарекет жасаңыз. Бұл кеңес кез келген істі бастар алдында үлкен пайдасын тигізетін болады. Тіпті кейбір университет бітірушілер бұл құндылықтың 4 жыл оқыған оқуға қарағанда артығырақ екенін айтады. Осылай мақсат қою арқылы өмірімді өзгерттім, миллиондаған адамдардың өмірі өзгерді. Енді сенің де өміріңнің өзгеруіне, табысты болуыңа сенім білдіремін. Пайдалану сәті. Біраз уақыт бұрын Чикагода табысты, белгілі бір нәтижеге жеткен жандар бас қосып, өздерінің тәжірибесімен бөлісіп, әңгіме-дүкен құрды. Олардың барлығы дерлік миллионерлер еді. Өте кішіпейіл, әр нәрсенің қадірін түсінетін, жетістікке қиыншылықпен жеткен жандар болатын. Әңгіме барысында белгілі бір қорытындыға келіп, табысты болудың негізгі формуласын атап айтты. Яғни, табыс дегеніміз мақсат, ал қалғаны пікір. Алдымен уақытыңыздың, өміріңіздің бағалы, қымбат екенін түсініңіз. Өмір сіздікі. Көзге көрінбейтін кішкене дүниелер жұмсаған уақыттың өзі айды, жылды құрайды. Осы кітапты оқу арқылы әр сәттің қадірін біліп, қысқа мерзімге жүйелі мақсат қойып, оны іске асыруға болады. Ол дәлелденген дүние. Бізге ең керегі жылдамдық. Арнайы техниканы пайдалана отырып, жұмыс істеу ісіңіздің өтімді әрі бағалы ете түседі. Осы уақытқа дейін семинар, тренинг, консалтингте бүкіл әлем бойынша 2 миллионнан астам адаммен бірге отырып жұмыс жасадым. Осы орайда бір байқағаным, нақты мақсаты бар адам мен мақсаты жоқ адамның айырмашылығы жер мен көктей. Менің алға қойған миссиям ешқашан өзгерген емес. Ол адамдарға көмектесу, мақсаттарын орындап, армандарына жылдам жетуіне қолымнан бар келгенін аянып қалмау. Сонымен бұл кітап нақты дәлел ретінде өз тәжірибемнен жазып отырмын. Алдағы беттерде нақты қадам, кейстермен көрсетілетін болады. Ал менің балаларым үшін жол картасы болуға арналған. Қай жерде болмасын, қайда болса да көмектесу үшін нұсқаулық болады. Менің достарым мен оқырмандарым үшін жазудағы мақсатым сізге дәлелденген жүйені беру арқылы өзіңнің өміріңді жылдам, жүйелі жолға қою. Ендеше жаңа мүмкіндіктер әлеміне қош келдіңіз. Қазіргі уақыт өмірдің рахатын сезініп, бар мүмкіндікті тек пайдаланатын сәт. Жалпы қоғамда болып жатқан проблемалар, экономика саласына орын алып жатқан келіспеушіліктерге қарамастан, адамзат өмірін жақсылықпен өкінбейтіндей етіп, артында із қалдырып кетуге жол нұсқаушы боламыз деп айтсақ та болады. 1900 жылы Америкада 5000 миллионер болды.
2000 жылға қарай 5 миллионнан асып, басым көпшілік ұрпағы сол жолды сақтап қалды. Сарапшылардың айтуынша, алдағы 10 жылдықта бұның саны 2 есеге дейін өседі. Баяу бастау. Мен 18 жасымда орта мектепті толығымен аяқтаған жоқпын. Менің бірінші жұмысым кішкене қонақүйдің артқы жағында ыдыс жуушы ретінде болды. Кейін вагондарды, едендерді, дәретханаларды жуушы ретінде жұмыс істедім. Алдағы бірнеше жылда әртүрлі жұмыстарды істедім. Бірақ ешқашанда бір нәрсеге мұңайып, реніш білдірген емеспін. Тіпті ағаш таситын мекемелерде де, шаруашылықта да жұмыс жасадым. Жоғары ғимараттарда құрылысшы болып та, солтүстік Атлантикада, Норвегияның жүк вагонында теңізші болып та жұмыс істедім. Көлікте, арзан үйлерде жиі ұйықтайтынмын. Содан неге керек? 23 жасымда егіншілікте егін жинау науқанында болып жұмыс жасап жүрдім. Сол кездері шаруа қожалығында адамдармен бірге тамақтанып, шөптің үстінде ұйықтайтынмыз. Күшті, тұрақты жұмыс таба алмасам да, осыған дейінгі істеген жұмыстарым менің өсуіме, алдағы уақытта жақсы жұмыс табуыма себепші болды. Күні бойы сауда жасап, тапқан ақшамды кешке жататын үйге, жерге төлейтінмін. Бұл өмірдегі тамаша бастама емес еді. Өмірімді өзгерткен күн. Бір күні қолыма қағаз бен қалам алып, өзім үшін қорқынышты деген мақсатты жаздым. Бір айда есік пен есікті жағалап, офис пен офисті жағалап жүріп, сатылым жасау арқылы бір айда $1000 табуға болатынын түсіндім. Бір қызығы, қағазға жазған дүниемді бір жерге тығып қойып, кейін оны ешқашан таба алмадым. Бірақ 30 күннен кейін менің бүкіл өмірім өзгере бастады. Осы уақыт аралығында сатудың негізгі техникасын таптым. Ол сатудан түсетін табысымды 3 есе арттырды. Дегенмен, менің бастығым жаңадан келген кәсіпкерге өз өнімін, компаниясын сатып жіберді. Шынымен, мақсатымды айқындап алғаннан кейінгі 30 күнде өмірім біршама өзгерді. Жаңадан келген басшы мені сату бөліміне негізгі маманы болуды ұсынды, және басқаларға да сату жүйесін үйретуді ұсынды. Мен қуана келісе кеттім. Бірақ 18 айдың ішінде мен басқа жұмысқа ауысып кеттім. Сатушыларға қалай мақсат қою керек екендігін және неғұрлым тиімді сатылым жасау керектігін үйрете бастадым. Оларға дұрыс жол сілтей отырып, басқару арқылы табыстарын 2 есеге өсірдік. Қазіргі таңда көбісі миллионерлер және мультимиллионерлер. Тағы да айта кетерлік бір жайт, 20 ғасырдың басында өмірімді жоғары қадамдарға дейін өсу болмады. Жақсы мен жаман қатар жүретін секілді сәтсіздік пен құлдырау болды. Сондықтан да сәтсіздіктен ешқашан қорықпаңыз. Осы уақытқа дейін 80-нен аса елде саяхаттап, жұмыс істеп, өмір сүрген екенмін. Сонымен қатар француз, неміс, испан тілдерін үйреніп, 22 бағыт бойынша жұмыс жасадым. Тәжірибесіз болғандықтан, кейде ақымақтықтан жасаған дүниемді жоғалтып алып, қайтадан бастау керек болған сәттерде болды. Орын алған әрбір жағдайда барлығын қағаз бетіне түсіріп, өзім үшін мақсат қойып, барлығын жан-жақты мұқият ойланып жазып шығамын. Және осы уақытқа дейін үйренгенімнің барлығын жүйелі түрде қағазға түсіруге шешім қабылдадым. Осы идеялар мен стратегияларды бір жерде жинау арқылы мақсатты белгілеу әдістемесі мен процесін әзірледік. Мүмкіндік барлығына тең. 1981 жылы бар білгенімді семинар, тренингтер арқылы үйрете бастадым. 35 елде 2 миллион астам адамға жеткен екен. Қолайлы әрі бәрі қолжетімді болу үшін аудио таспаны бастап
курстарымда бейнетаспаға түсіре бастадым. Тіпті бірнеше тілге аударып, сол арқылы қазіргі таңда 100-деген мың адамды оқытып жатырмыз. Осы идеяны іске асыруымыз сіздің деңгейіңіздің немесе тәжірибеңіз бен біліміңізге қарамастан кез келген жерде барлығына пайдасын тигізіп жұмыс істейтін болады. Ең алдымен бұл идея мен үшін мыңдаған адамның өмірін толықтай бақылауға алып, өзгертуге мүмкіндік берді. Мақсатты белгілеудің тұрақты және жүйелі тәжірибесі мүмкін еместі мүмкін қылдырды. Кез келген жоспардың болуы жоспарсыз жүргенге қарағанда артығырақ, және доңғалақты қайта ойлап табудың қажеті жоқ. Барлық жауаптар қазірдің өзінде шешімін тауып қойған. Барлығын нөлден бастаған қаншама адамдар бар. Олардың артықшылығы негізгі принциптерге сүйене отырып табысқа жеткендігі. Сонымен алдағы беттерде жетістікке жетудің негізгі қағидаларын толығымен айқын түсіндіретін боламыз. Ендеше кеттік.